Баршаңызға сәлем, сіздермен Фариза. Мерекелік дастарханның сәнін ашатын дәмі ерекше салат дайындаймыз. Видеоны қарамас бұрын каналыма тіркеліп, өз ойларыңызбен бөлісе отырыңыздар. Ең алдымен пиязымызды осылай 4 бұрышты етіп майдалап турап аламыз барлығын. Енді бізге керегі тұздалған қияр. Оны да дәл солай 4 бұрышты етіп турап аламыз. Барлығын турап болғаннан кейін газға табамызды қойып, қыздырып, үстіне май құямыз. Майды осылай кішкене ғана себе салдым. Сол жеткілікті. Қызғаннан кейін бірден үстіне пиязымызды салып, кішкене сарғыш түске енгенше қуырып аламыз. Енді бізге керек сарымсақ, оны да дәл солай 4 бұрышты етіп, майдалап турап қоямыз. Неге пиязымыз қуырылып болды, енді осының үстіне тұздалған қиярымызды саламыз. 2 минут қана қуырамыз. Неге бірден сарымсақты да салып, 2 минут қуырып аламыз. Енді салатымызды дайындайтын боламыз. Неге қызылшамыз асылып, пісіп, суып дайын болып тұр. Яғни осыны жақсылап үккіштен өткізіп аламыз. Дайын қызылшамыздың үстіне қуырылған пияздарымызды саламыз, яғни суытылған. Енді осының үстіне асылған жұмыртқа, оны да дәл солай 4 бұрышты етіп турадық. Енді татымына қарай тұз бен қарабұрыш салып, жақсылап барлығын араластырамыз. Бір араластырып болғаннан кейін, енді үстіне біз майонез салып, қайттан тағы да жақсылап араластырамыз. Дәмін көресіздер. Яғни тұзы аз болса, қарабұрышы аз болса, кішкене салсаңыздар болады. Барлығын араластырып болғаннан кейін бізде салат дайын, өте дәмді, ерекше болып шықты. Бұл салаттың жасалу жолы басқаша, бірақ дәмі сәл винегрет салатына ұқсас келеді. Алдағы жаңа жылға міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздермен болған Фариза ас болсын. Және менің каналыма тіркеліп қоюды ұмытпаңыз, өз ойларыңызбен бөлісе отырыңыздар.